Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Абдыкалыкова Света Байекеқызы, биология пәні мұғалімі. 10 класс биология сабағы. Сабақтың тақырыбы гендік инженериялық манипуляциялаудың кезеңдері, гендік инженерияның маңызы. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз гендік инженериялық манипуляциялаудың кезеңдері. Сіздің меңгеретініңіз гендік инженериялық манипуляциялаудың кезеңдерін түсіндіру. Гендік инженерия жаңа генетикалық материалды мақсатты түрде құрастыру, оны басқа жасушаға ендірумен байланысты биология ғылымының саласы. Гендік инженерияда инвитро ұғымы жиі қолданылады. Инвитро тірі организмнен тыс сынауықта өткізілетін тәжірибелердің орындалу технологиясы. Гендік инженерия зерттеулері барысында рекомбинантты ДНК алынады. Рекомбинантты ДНК құрамында шығу тегі әртүрлі ДНК-сы бар молекула. 1972 жылы америкалық биохимик Берг маймылдың онкогенді вирусы мен бактериофагтың және ішек таяқшасы бактериясы геномдарының түрлі бөліктерін біріктіру арқылы жаңа рекомбинантты ДНК алды. Бұл жаңалық генетикалық инженерияның қалыптасуының бастамасы болды. Гендік инженерия көмегімен әртүрлі организмдердің тұқым қуалау ақпараттарын мақсатты түрде өзгертуге болады. Ол үшін олардың геномдарын, яғни гендердің жиынтығын белгілі бір ретпен қайта құрастыру қажет. Сонда гендік инженерия бұл мақсатты, функционалды, белсенді генетикалық құрылыстың рекомбинантты ДНК негізінде өзгеруі. Гендік инженерия жұмысының кезеңдері. Бір организмнен гендерді бөлек алу, оларды басқа организмдерге ауыстыру және трансформация. Гендік инженерия жұмысы барысында негізінен екі фермент белсенді жұмыс атқарады. Олар рестриктаза және лигаза. Рестриктаза ДНК молекулаларын бөліктерге бөлетін фермент, ал лигаза гетерогенді, яғни әртүрлі ДНК фрагменттерін тігетін фермент. Сонда рекомбинантты ДНК алу үшін алдымен вектор тағайындалады. Вектор дегеніміз өз бетінше дербес еселенуге және бөгде ДНК-ға енуге қабілетті ДНК молекуласы. Яғни вектор жасушаға жаңа генетикалық ақпаратты жеткізуші болып табылады. Прокариоттар, яғни бактериялар немесе вирустар ДНК-сы вектор бола алады. Яғни олар кез келген эукариот ДНК-сымен қосылып, рекомбинантты ДНК түзе алады. Рекомбинантты ДНК алу сызба нұсқасымен танысайық. Алдымен плазмиданың белгілі бір бөлігі рестриктаза ферментінің көмегімен қиып алынады. Плазмида дегеніміз көшірмесі бактериялы жасушаларда әртүрлі мөлшерде болатын шағын ғана сақиналы екі тізбекті ДНК молекулалары. Рестриктаза ферменті дәл осылайша бізге қажетті хромосомалық ДНК-ның бөлігін қиып алады. Екі бөлінген бөліктің ұштарын жабыстыру ол лигаза ферментінің қызметі. Сөйтіп рекомбинация жүреді. Гибридті плазмида немесе рекомбинантты ДНК таңдап алынған жасушаға енгізіледі, трансформация процесі жүреді. Трансформация дегеніміз организмнің өзгеру процесі. Яғни бұл организмнің бойында жаңа белгілердің, жаңа қасиеттің, жаңа геннің пайда болу процесі. Мұндай организмдерді трансгенді организмдер немесе трансформацияланған организмдер деп атайды. Суретте өсімдіктің жабайы шығу тегінен өсімдіктің жаңа іріктемесі алынған. Қалыптасқан рекомбинантты ДНК өсімдіктің тірі жасушасына ендіріледі және жасушаның жаңа генінде экспрессия басталады. Экспрессияның ізінше рекомбинантты синтез процесі басталады. Экспрессия дегеніміз геннің тұқымқуалаушылық ақпаратының функционалды өнім РНК немесе нәруызға айналуы. Экспрессия нәтижесінде трансгенді организм пайда болады. Табиғатта эндотоксин нәруызын өндіруші
Bacillus thuringiensis бактериясы бар. Эндотоксин дегеніміз бактерия жасушасы ыдыраған кезде ғана бөлінетін құрылымдық компонент. Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің зиянкес жәндіктерінің асқазанына бұл бактериялар түскен кезде эндотоксин асқазан қабырғасының бұзылуын тудырады да нәтижесінде жәндік өледі. Генетик инженерлер эндотоксин нәруызының бұл қасиетін өсімдіктерді өсіру кезінде қолдану керек деген шешім қабылдады. Олар бактериалды жасушадан эндотоксинді кодтайтын генді бөліп алды. Оны топырақ бактериялары аргобактериум тюмефесенс жасушасының құрамындағы плазмидтің құрамына ендірді. Яғни бұл ген табиғи генетикалық вектор құрамына енгізілді. Бұл бактерия мен қоректік ортада өсірілген өсімдік ұлпаларының бөлшектері зақымданған болатын. Біршама уақыттан кейін нәруыз гені токсинді тасымалдаушы плазмидтер өсімдік жасушасына ендірілді. Ген өсімдік ДНК-сына енгізілді. Содан кейін өсімдік ұлпасының бөлшектерін толыққанды өсімдіктердің өсуі мен дамуын қамтамасыз ететін құрамы басқа қоректік ортаға ауыстырды. Суреттен байқағанымыздай, мұндай өсімдіктер мен қоректенген жәндіктердің жұлдыз құрттары өлді. Бірінші суретте жәндіктің дернәсілі, яғни жұлдыз құрт, ген енгізілген өсімдік жапырағымен қоректенуде. Екінші суретте бұл гендер жәндіктің асқазанына енеді. Ал үшінші суретте олар көбейе бастайды да, төртінші суретте өздеріңіз байқағандай асқазан қабырғасын бұзып шығады. Нәтижесінде жұлдызқұрт өледі. Оқушылар, ең бастысы бұл токсин жәндіктер үшін қауіпті, ал біз және шөп қоректі жануарлар ағзасы үшін еш зияны жоқ. Генотерапия ауруларды емдеу мақсатында адамның сомалық жасушасының генетикалық аппаратына өзгеріс енгізуге бағытталған гендік инженерия мен медициналық әдістердің жиынтығы. Алғаш рет генотерапияны клиникалық практикада сәтті қолдану 1990 жылы ақш-та жүзеге асырылды. Гендік кемістікпен байланысты комбинациялық иммунодефицитпен ауыр зардап шеккен балаға зақымдалмаған геннің көшірмесі енгізілді. Науқастың ауру жасушасынан қанның Т лимфоциті алынып, шыны түтікте өсірілді. Ретровирустық вектор көмегімен зақымдалмаған ген енгізіліп, жасуша науқасқа қайта орналастырылды. Гендік инженериялық әдіспен емдеуде жақсы көрсеткіштерге қол жеткізуге болатын аурулар топтамасында лизосомалық аурулар бар. Бүгінгі күні шамамен 10 ауруды трансгеназа көмегімен емдеуге болады. Бұл генотерапия саласындағы жетістіктер. Вирус бөлшектерінің әсерінен жасушалар бір-бірімен бірігіп қосылады. Мұндай жағдайда шығу тегі бір-бірінен мүлде алыс формалар арасында жасушалар гибридизациясы жүретіні анықталды. Мысалы, егеуқұйрық пен тышқан, адамның қалыпты жасушасы мен обыр жасушасы, тағы басқа. Жасушалардың бір-біріне қосылуы бойынша тәжірибелер өсімдіктерде де жүргізілді. Соматикалық гибридизация ата-аналарынан бөлініп алынған сомалық жасушалардың протопласттарының бірігу нәтижесінде гибридті өсімдік алу әдісі. Өсімдік жасушасының протопластын алу үшін мезофил жасушаларын гипертониялық ортада пектиназа және целлюлоза ферменттерімен өңдейді. Бұл жапырақтың дәнекерлі бөлімдері мен жасуша қабықшаларына әсер етеді. Ол сыртқы ортадан тек цитоплазмалық мембрана арқылы бөлінген. Бұл модель өсімдік генетикасын зерттеу үшін ғажайып материал ретінде ғалымдардың назарын бірден өзіне аударды. Суретте сары және көк түспен әртүрлі жасуша протопласттары берілген. Олардың бірігуі гетерокарион құрайды. Нәтижесінде гибридті клондар пайда болады. Ұлпаларды өсіру оқшауланған протопласттарды өсіруден көп бұрын ашылса да, соңғы модельдің басымдығы айқын. Протопласттар жоғары тиімділікпен Петри табақшасында өсіріледі.
яғни клондалуы мүмкін. Бұл өсімдіктер селекциясына микроорганизмдер генетикасының әдістерін қолдануға жол ашты. Темекі, сәбіз, қызанақ сияқты кейбір өсімдіктер түрлері үшін бөлініп алынған протопласттың жасуша қабықшасы қалпына келіп, каллус түзген соң тұтас өсімдік қалыптасады. Каллус дегеніміз инвитро жағдайында ұлпалардың бөлініп алынған үзінділерінде пайда болатын жасушалар. Жасушалық деңгей мен организмдік деңгей өзара тығыз байланысты. Қазіргі уақытта шыны түтікте сүтқоректілер мен адамның жұмыртқа жасушасын жасанды ұрықтандыру және осы жасанды жағдайда ұрық өсірілу әдістері қарқынды зерттелуде. Жануарлар жасушасына жасалатын модельдік тәжірибелер арқылы бір жасушаның ядросын екіншісіне ауыстыру, түрлі даму кезеңінде екі немесе бірнеше ұрықтың, яғни эмбриондардың қосылуын қамтамасыз ету, олардың санын екі немесе одан да көп етіп бөлу, ұрыққа, яғни эмбрионға бөгде жасушаларды енгізуге мүмкіндік берді. Клон осылай пайда болды. Клон дегеніміз генетикалық тұрғыда басқа бір ағзамен бірдей болатын ағза. Ал клондау бір жасушаны көп жасушалы ағза түзу үшін өсіру. Оқушылар, осы клондау әдісімен алынған Долли қойы туралы келесі бейнекөріністен біле аласыздар. Көптеген жылдар бойы ғалымдар жасанды клондау құпияларын шешуге тырысты. Яғни ересек жануардың генетикалық дәл көшірмесін жасау қабілеті. Бірақ алғашқы клондалған жануарлардың көбісі туғаннан ақ дене жетіспеушілігі кемшіліктермен туды, немесе жас күйінде өліп қалды. Одан кейін 1997 жылы Шотландияда доктор Ушмуттың басшылығымен ғалымдар зор жетістікке қол жеткізді. Бірінші рет әлемде ересек сүтқоректінің клоны жасалды. Сынауық әлемі. Ересек жануарды клондаудың алғашқы сәтті қадамы қойлар. Бастапқы кодталған атауы 6LL3. Долли есімімен әлемге әйгілі болды. Оны құрастырушылар жасушалардың бірігуі әдісін тапты. Доллиді құрастыру үшін ересек қойдың жасуша ядросын алып тастады. Одан соң келесі қойдың жұмыртқа жасушасынан да ядроны алып тастады. Донордың ядросын жұмыртқа жасушаға енгізді. Дамыған эмбриондар суррогат саулықтарға салынды. Долли тумас бұрын 277 тәжірибе жасалды. Теориялық тұрғыда бір жануардың көптеген көшірмесін оның генетикалық материалын бірнеше бөлек эмбрионға орналастыру арқылы алуға болады. Долли қойы қалыпты ұрпақты дүниеге әкелді. Сол арқылы клондалған жануарлардың кәдімгі жолмен көбейе алатындығын көрсетті. Инсулин өндіру көптеген елдерде кеңінен қолданылатын биотехнологиялық манипуляцияның бірі. Оның сызбасы қарапайым. Бастапқы нысан ретінде адам ішек таяқшасы бактериясы штамының біреуі алынады. Алдын ала бөлініп алынған адам инсулинінің генін көп рет клондады. Кейін инсулин генінің осы көшірмесіне вирустық тип бойынша нуклеотид ретін орнатты. Осындай түрлендірілген, яғни модификацияланған генді бактерия ДНК-сына тікті. Бактерия ДНК-сына түскен құрылым бактерия жасушасын адам инсулинін белсенді синтездеуге мәжбүр етеді. Оқушылар, бүгінгі сабақты жақсы меңгерген болсаңыз, сіздерге мына үлгідегі тапсырма мен сұрақтарды ұсынамын. Терминдер мен анықтамаларды сәйкестендіріңіз. Бірінші рестриктаза, екінші лигаза, үшінші гендік инженерия, төртінші генотерапия, бесінші рекомбинантты ДНК. А. Құрамында шығу тегі әртүрлі ДНК-сы бар молекула. Б. ДНК молекулаларын бөліктерге бөлетін фермент. С. Сомалық жасушаның генетикалық аппаратына өзгеріс енгізуге бағытталған әдістер. Д. Жаңа генетикалық материалды құрастыру саласы. Е. ДНК-ны тігетін фермент. Жауабы: рестриктаза ДНК молекулаларын бөліктерге бөлетін фермент.
лигаза, ДНК-ны тігетін фермент, гендік инженерия, жаңа генетикалық материалды құрастыру саласы, генотерапия, сомалық жасушаның генетикалық аппаратына өзгеріс енгізуге бағытталған әдістер. Рекомбинантты ДНК құрамында шығу тегі әртүрлі ДНК-сы бар молекула. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.